Ағаларымыз насылдым, жандарым сол, қалайсыздар? Жалпы болжамдар әлемі сіркел салтанат арнасына қош келдіңіздер. Қазір жалпы болжам қараймыз. Викингтердің руна деген қазақтың рулары. Енді Европаға еділ патша барып мәдениет апарған ба енді. Сонымен оларға хат үйреткен, қалалар салған. Әйтеуір көке жәкелерімізге алғыс білдіреміз. Бүгінгі тақырып жалпы болжамға Нұртуған 25-не оған бейнелер салдым. Қайдан шықты, не шықты, алдындағы бейнелерден қарасаңыздар болады. Қазақ ұлты өте көне ұлт, әлімсақтан келатқан ұлт. Әлімсақ деген ол ертеден жаратылыс пайда болғаннан. Сондықтан ешнәрсеге таңғалмаңыздар, қайта қазақ екенімізге мақтан етіңіздер. Бізге бұл жаңа күннің шапағаты, нұры, шарапаты бізге не әкеледі, немен келді, нелер кетті, үмітіміз ақтала ма, жоспарымыз іске аса ма, сұрақтар өте көп. Енді жалпы болжам бірімдеп қараймыз. Өте ауыр кезеңдерден өткенсіздер, бәрін өзіңізге, жауапкершіліктің бәрін өзіңізге алып алғансыздар. Енді түсінікті, ол әр қазақтың басында сондай. Үйдің үлкені болсаңыз, тіпті ол болмаса жалғыз өссеңіз, жалғыз өзіңіз жүрсеңіз, ол енді бәрі түсінікті. Тауқыметтің бәрі өзіңізге алып алғансыздар. Қалай ары қарай ұмтылам, қалай ары қарай жүрем деп қынжыласыз. Сіздің жүрегіңізге Құдайды ұялату керек. Құдай деген ұлы күш бар екенін сенуіңіз керек. Өйткені беліңізге салмақ түссе, бүкшиіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан екі бүктеліп қалмай тұрғанда жауапкершілікті ұлы күштерге тапсыруға ұмтылыңыздар. Сондай адамдар мені көреді. Бәрін өзім білем, бәрін өзім істеймін, бәрін өзім қатырам. Өйткені ешкімге сенім артқыңыз келмейді. Әке-шешеңізден мейірім көрмегенсіз, әке-шешеңізге керісінше әке-шешеңізді бала қылып алғансыздар. Сіздерге әрине жол ашық. Құдай жеңімпаздарды жақсы көреді, жеңілмейтіндерді жақсы көреді, ол түсінікті. Бірақ өзім дей берген ондай нәрсе болмайды. Кішкентай күніңіздегі жауапкершілікті өзіме алдым, енді мен істеймін деп көп жерде опық жейтініңіз содан. Өйткені жауапкершілікті тек өзіңізге ғана ала бересіз. Олай болмайды. Сіз Құдай емессіз, сіз ұлы күш емессіз. Сіз мынандай кішкентай ғана сәби, кішкентай ғана тірі жансыз. Енді жасыңыз 80-90 пәленде шығар, енді 40-50-де, бірақ ішкі дүниеңіздегі ішкі дүниеңіз сыртқы дүниемен тең үйлесімде болу керек. Сізде жауапкершіліктің бәрін өзіңізге алып алғансызда, сәл бір сөз болса соны көтере алмайсыз. Сәл бір қиғаш қас, қиғаш көзқарас болса сіз үшін сізді талып түсіреді, аяғыңыздан шалып түсіреді. Сондықтан бұл жерде сізге қазір өте үлкен сынақтар кетіп жатыр. Ер адамдар болса, әсіресе ер адамдарға қатты сынақтар келіп жатыр. Бұл деген сіз тағыңыздан айырыласыз, болмаса сіз мәртебеңізден айырыласыз, абыройыңыздан айырыласыз деген әңгіме емес бұл жерде. Бұл жерде қалай бар, солай өзіңізді қабылдаңызшы. Мінсіз адам болмайды, бәрінде мін бар, бәрімізде жаңағыдай жаны бар, желі бар, желсіз адам тауып ал деген сияқтыдай.
мінсіз болу ол тек ұлы күштерде. Олар мінсіз. Біз адамбыз, бізге қателік жасауға болады, бізге ұйықтап қалуға болады, бізге ауырып қалуға болады, бізге кешігіп қалуға болады. Пенде болғаннан кейін, адам болғаннан кейін болады. Сіз өзіңізді қатты бір неге тығып жібергенсіз. Құдайға ондай керек емес, ондай өз-өзін тығып, өз-өзін жек көріп, өз-өзін қандай бір қалыпқа салудың бұл жерде қажет жоқ. Өйткені бұл әлем кеңістікте, Құдайдың мейірімі кең, шексіз, оған мінсіз болдым, ойбай мынандай болдым деп. Мына жерде өзіңізге сұрақ қойыңызшы, кімнің алдында егер сіз соны бәрін атқарсаңыз, сол мадақтамау кім сізге береді соны, анаңыз ба, әкеңіз ба? Екі сұрақ қойыңызшы. Мен сол жетістікке жетсем, маған кім? Бәрібір сізге ол анаңыз қайтыс болып кеткен болмаса, анаңыз, әкеңіз ондай нәрсе сізге айтпайды. Жарайсың балапаным, жарайсың ботақаным деп ешкім айтпайды бұл жерде. Өйткені ол адамдарға ешкім айтпаған, үйретпеген, мақтан, өз-өзіңді көтермеле деп. Сондықтан бұл жерде ешкімнен бас сипадым, арқамнан қағу деген нәрсені күтпей ақ қойыңыздар. Өйткені мінсіз болуға тырыса берсеңіздер, біреудің жүгі ауыр, мақал бар еді ғой, біреудің жүгін құлатарсың, же алмассың дейді. Бұл жерде өзіңізге ғана, өзіңіздің әліңізге, аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл болу керек. Әйтпесе сізді ауыртпалықтар күтіп тұр. Тез арада ондай нәрсені қойыңыз. Сонда баршылық, тоқшылық өзі келеді. Жіберіңіз. Армандар не үшін орындалмайды? Өйткені сіз дайын емессіз олардың орындалуына. Жоспарлар неге жүрмей жатыр? Өйткені сіздің ойыңызда анаңыз болмаса әкеңіздің батасы ала алмаймын, солардың деңгейіне жетпеймін, Құдайдың нұр шапағатын іліге қалмаймын. Сіз онсыз да Құдайдың нұр шапағындасыз. Сіз онсыз да әке-шешеңіздің батасымен, солардың жетістігі, солардың сәттіліксіз. Өйткені олар сізге өмір берді. Сол өмірді мейлінше қабыл алыңыз. Сол кезде баршылық, тоқшылық жетеді. Сол кезде бақытқа кенелесіз. Сіз оларды туған жоқсыз, оларды асырап бағып, оларды жаңағыдай мұрнын сүртіп, құйрығын сүртетін. Олар сізді туды. Оларға бұл кезде сіз ақыл айта алмайсыз. Олардың жауапкершілігін, бүкіл әлемнің шыртығын, жерді жамап отырдым дейма, мыстан жалмауыз кемпір. Сіз ондай жалмауыз кемпір емес. Жердің шыртығын жамап отырады. Өзіңіздің көрпеңізге қарай көсіліңіздер. Сол кезде баршылық, тоқшылық, бар арманыңыз орындалады. Айтқаным айтқан. Сол осындай жақсы сарында, енді сәл қаталдау айтсам айып етпеңіздер, бірақ шындықты айту керек. Осындай сарында аман есен болып тұрыңыздар.